Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын сіздерді көтеріңкі көңіл күй және бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. 6 сынып жаратылыстану сабағы. Ендеше сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы экожүйелердің ауысу себептерін түсіндіру. Осы сабақтың тақырыбына байланысты сабақтың мақсаты: бірінші, экожүйенің ауысуына әкелетін факторларды анықтау. Екінші, экожүйенің өзгеруінің нәтижесін талдау. Үшінші, экожүйе компоненттері мен факторлар арасындағы сәйкестікті орнату. Осы сабақ мақсатына сәйкес бағалау критерийлері: мысалдарды талдау арқылы әсер етуші факторларды анықтайды. Экожүйенің өзгеруінің нәтижесіндегі өзгерістерді сипаттайды. Экожүйенің ауысу түрлері мен себептерін анықтайды. Ендеше балалар, сабағымызды бастайық. Балалар, суреттен көріп тұрғандарыңыздай, бізге орман өрті, құм төбелер, су тасқыны, орман, өзен суреттері берілген, яғни осылардың өзгеру себебін болжа деп тұр. Дескриптор осы экожүйелерден абиотикалық факторды анықтайды және биотикалық факторларды сипаттайды. Оқушылар, суреттен экожүйенің өзгеру себептерін байқап тұрсыздар. Қарайықшы, ал мұнда суреттен қандай экожүйенің өзгеру себебін байқап тұрсыздар. Зер салып, мұқият қараймыз. Жақсы, яғни бұл суретте біздерде экожүйенің өзгеру себептері табиғи факторлар және антропогендік факторлар арқылы екені бізге көрініп тұр. Ендеше оларға жеке тоқталатын болсақ, яғни экожүйенің өзгеруін тудыратын екі себеп: біріншісі табиғи себеп, яғни оларға климаттық жағдайдың өзгеруі, сырғыма аңғарлардың қалыптасуы, құнарлы топырақтардың пайда болуы, тірі организмдердің іс-әрекеті және табиғи қауіптер жатады. Яғни бұл экожүйенің өзгеруін тудырушы табиғи себеп. Екінші, табиғи қауымдастықтың өзгеруіне адамның іс-әрекеті де әсер етеді. Яғни бұл адамның іс-әрекеті деп отырғанымыз бұл жердегі антропогендік факторлар. Адамдар экожүйе өмірін ұзартуы немесе қысқартуы мүмкін. Бұл жердегі ұзарту деп отырғанымыз, яғни орманның қайта қалпына келуін жатқызуымызға болады. Ал қысқартуына ормандарды отау, батпақтардың тартылуы, сонымен қатар қоршаған ортаның ластануын жатқызамыз. Балалар, бұл экожүйе өзгеруін тудыратын негізгі себептерді атап тұр бұл жерде. Жалпы экожүйелердің өзгеруі бұл берілген аймақтағы экожүйелердің өзгеруінің табиғи үдерісі. Бұл жүйелі, бағытталған және алдын ала болжауға болатын үдеріс. Экожүйенің дамуы мен ауысуын зерттей отырып, экологтар сукцессия ұғымын қолданды. Яғни бұл белгілі бір аумақта бірлестіктердің бірін-бірі ауыстыруы деген мағынаны білдіреді. Мысалы, жерді біртіндеп сусымалы құм, қиыршық тастар, иесіз қалған шаруашылық жерінде өсімдіктердің басуы, жануарлардың мекендеуі, яғни белгілі бір аумақты бірлестіктердің бір-бірімен ауыстыруын айтамыз. Оқушылар, мына мәтінге мән берейік. Мұқият тыңдап шығамыз. Ұзақ жылдар аралығында ауыл жайылымы өз қорын тауысқан. Экожүйе толығымен бұзылған. Жергілікті шаруалар бұл мәселенің шешімін ұзақ іздеді. Экожүйені қайта қалпына келтіру жолын жергілікті мектеп оқушысы ұсынды. Ол жайылымға пішен шашып қоюды ұсынды. Бұл ұсыныс тиімді болды. Және 3-4 жылда бұл жайылым өзінің алғашқы табиғи қалпына жақындады.
Себебі пішінде дала экожүйесіндегі өсімдіктер жиынтығының тұқымдары болды. Енді оқушылар сіздерге тапсырма. Жаңағы мәтін бойынша сіздерге тапсырма. Бірінші, сендердің ойларыңша бұл әдіс өз аймақтарыңа қаншалықты тиімді. Екінші, жаңа ақпараттағы негізгі ойларды атаңдар. Үшінші, берілген экожүйені қалпына келтірудің қажеттілігін бағалаңдар. Төртінші, қалай ойлайсыңдар? 10, 20, 30 жылдан кейін бұл жайылымда не болуы мүмкін? Деген сұрақтарға жауап бересіздер. Енді осы тапсырмаға сәйкес дескриптор бойынша оқушылар экожүйедегі өзгерістің тиімділігін сипаттайды. Жаңа ақпараттағы негізгі ойды анықтайды. Экожүйені қайта қалпына келтірудің қажеттілігін ұсынады. Экожүйедегі өзгерістерді болжайды. Балалар, олай болатын болса, бүгін біздің сабағымызды қорытындылау мақсатында кері байланыс сэндвич әдісі арқылы. Маған ұнады. Не нәрсені жақсарту керек? Маған ұнады, бірақ келесі жолы деген сөз тіркестерімен жауап кері байланыс жасаймыз. Ендеше оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.